Хан майданға қазақ жерінен 1 миллионнан астам солдат аттанып, жартысы оралмады. Олардың 46 мың Ертіс өңірінің ержүрек ұлдары. Қазақ жерінде алғаш рет ұйымдастырылған форум аясында Ұлы Отан соғысын зерделеу және есімдері ұмыт болған жауынгерлерді іздестірумен айналысатын азаматтар батыр бабалардың рухына тағзым етті. У нас есть дивизии. Өкінішке орай бүгінгі күні белгісіз қалған дивизиялар баршылық. Форумның мақсаты да сол. Ұмыт болған батыр бабаларымыздың сүйегін көтеріп, туған жерлеріне қайта жерлеу. Біз күш біріктірсек, хабарсыз кеткен 350 мың жауынгердің қатары азая түсетіні анық. Ертіс өңірін іздестіру қозғалысының орталығы деп атауға негіз бар. Ең ірі отряд Майдан жол ұйымы 10 жыл бұрын құрылған. Осы уақыт аралығында Ресей, Украина және Беларусь жерлерінде қазақ солдаттарының 25 ескерткіші орнатылды. Ал биыл Волгоград жеріндегі Мамаев қорғанда жауынгерлердің ерлігіне арналған тағы бір ескерткіш бой көтермек. О жерде тозыңқырап қалған зираттар, тозыңқырап қалған ескерткіштер, соны реттеп отыру, соны қалпына келтіру, соларды жаңағы жөндеп отыру. Осы жұмыспенен мына Орта Азия халықтары, қазақ болсын, өзбек болсын, қырғыз болсын, айналысу керек деген ниетпенен. Ертіс өңірінде өтіп жатқан іздеу 2018 халықаралық іздестіру отрядтарының форумы наурыз мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Оның өзіндік себебі бар. Себебі дәл осы күндері 30 жыл бұрын Калуга қаласында алғашқы кеңестік форум өткен болатын. Игі дәстүр биылғы жылы жалғасын тапты. Ортақ алаңда Украина, Эстония, Беларусь, Ресей және Қазақстан өңірлерінің іздестіру жасақтары бас қосып, ортақ мәселелерді талқыға салмақ. Ал ортақ мәселелер жетерлік. Сала мамандардың айтуынша, іздестіру жасақтардың кәсіби деңгейін арттыру қажет. На этом форуме будет поставлен вопрос об обучении. Форумда іздестіру жасақтарының мүшелерін оқыту, мұрағаттық деректермен дұрыс жұмыс жасауға үйрету мәселелерін көтереміз. Бүгінде әр аймақта осындай отрядтар бар, бірақ кәсібилігі көтеру керек. Сол себепті бұл проблеманы бірлесіп шешу керекпіз. Форум аясында 5 ел өкілдері халықаралық іздестіру қоғамдық ұйымын құруға уағдаласты. Алдағы уақытта тмд елдеріндегі отрядтардың арасы жақындап, ынтымақтастық көкжиегі кеңеймек. Айта кетейік, іздеу форумы бұдан былай жыл сайын ұйымдастырылмақ. Келесі жылы шараны өткізу мәртебесі Омбы облысына бұйырды. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы.